Үйге қонақ келер кездегі ең оңай жасалатын тамақтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қазанымызға маринадталған, тұздалған, бұрышталған етіміздің барлығын салып шығамын. Бұл жерде менде қойдың еті, яғни өз майлары бар. Егер де сіздер басқа етпен жасайтын болсаңыздар, қазанның түп жағына қойдың құйрық майын қоссаңыздар болады. Мен құйрық май қосқан жоқпын. Келесі кезекте жуаларды турап саламыз. Оның үстінен сәбіздерді де саламыз. Картопты тұзбен бұрышқа шомылдырып, жақсылап араластырып, оларды да қазанға салып жібереміз. Келесі кезекте қырыққабатты алып, қазанымыздың бетін тығыздап тұрып жабамыз. Бастапқы 10 минутта қазанның астын қатты отқа қоямыз. Әрі қарай 3 сағат бойы баяу отта пісіреміз. Тамағымыз пісіп жатқан кезде басқа да тірліктерімізді бітіре береміз. Ең алдымен лепешканы пешке салып пісіріп аламыз. Сосын пицца жасауға кірісіп кеттім. Ең алдымен жуаны молынан көбірек қылып аршып турап алдым. Қойдың етінен жасап алған фаршымды қосып, жақсылап мыжып араластырып, тұздап бұрыштадым. Қонақ келетін кезде көп затты өзім үйден пісіргенді жақсы көремін. Сол себептен пирогты да жасап тастадым. Самсаның қамырын илеп жайып отыратын уақыт жоқ. Сол себептен осындай дайын қамырды қолдандым. Сіздер де мен сияқты самсаның қамырын сатып аласыздар ма, или үйден қолдан жаясыздар ма? Мен осындай тірліктерді бітіріп жатқан кезде күйеуім де дастархан дайындауға көмектесті. Қонақтар келе жатырмыз дегендіктен жеміс-жидектерді, салаттарды және печеньелерді, жаңа ғана піскен ыстық самсамды екі жерден барлығын қойып шықтым. Пирогым да пісіп суып тұр екен, оны да алып дастарханға апардым. Неге кәмпит шоколад жоқ деген сұрақ қоятын кісілер болса, оларға айтар жауабым: балама тәттіні көп бермеймін, сол себептен қойған жоқпын. Тәтеме шай берген кезде ғана қасына апарып бердім. Оның өзінде тәтем бетіне қолорамал жауып қойып отырып, тығып отырып жеді ғой. Дастархан дайындап болғаннан кейін қонақтарым да келе бастады. Ол кісі кім десеңіздер, папамның туған қарындасы. Үлкен баласы Алматыда студент болып оқиды. Соған 3 баласын ертіп Қызылордадан келді. Тамағым да пісіп, осылай әдемі ағаш ыдысыма салып дастарханға ұсындым. Айтпақшы, бұл тамаққа ешқандай да су құймайсыздар. Қарасаңыздаршы, өзінің соғы шыққан ғой қазанның түбінде. Тамақтың бетіне жуаны жігітім ғой, мына жерде тураған. Тәтем енеме шарфа келіпті. Балама ойыншық аларсың деп ақшалай сыйлық берді. Тәтем үйден құрқыл кетпесін деп осындай жұқа көрпе және де круассан мен мерси шоколадын бердім. Ал сіздер қонақ келгенде қандай тамақ жасайсыздар?